Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып 44-ші сабақты өтеміз. Бірден 10-ға дейінгі есептерді шығарып көрсетемін. Бірінші тапсырма жауаптарды кему ретімен жазып, адамзаттың өткенін зерттейтін ғылымның атауын оқы. Енді әрқайсы әріптің астында бізде есептер көрсетілген, осы есептерді жазып есептеп шығайық. 48.000 бөлу 600, бұл жерде бізде 2 0 бар, я? 600-ден кейін мына жақта 2 0 мен 2 0 қысқарады, сонда 480 бөлу 6 қалады. Сонда мәні 80-ге тең болады. Бұл бізде О әрпі, я? О әрпінде осы есеп тұр. Соны сәйкестендіріп жазамыз. Енді келесінде 45.000 бөлу 150, бұл жерде 1 0 мен 1 0 қысқарады, сонда 4500 бөлу 15 қалады. Оны бөлетін болсақ, мәні 300-ге тең. Ол бізде Е әрпі. Келесі бізде 750.000 бөлу 5000, бұл жерде 3 0 және 3 0 қысқарады, сонда 750 бөлу 5 қалады, бұл 150-ге тең, сонда бұл О әрпіне сәйкес келеді. Енді қалған есептерді дәл осы жолмен шығарамыз, кейін әрқайсын біз кему ретімен жазып шығыңдар деп тұр, я? Бізде кему ретімен жазу үшін ең үлкен саннан бастап кіші санға дейін жазамыз. Сонда ең үлкен санымыз бізде 9000 саны шықты мәні, келесі одан кейінгі санымыз бізде 7100. Екінші санымыз, үшінші санымыз бізде 310, яғни ол Х әрпіне сәйкес келеді. Әр әріпті осылай өсу ретімен бірінші А әрпі, екінші Р әрпі, үшінші Х әрпін осылай барлығын жазып шығатын болсақ, 3, 4, мына жерде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп жазып шығатын болсақ, бізде археология деген сөз шығады. Демек, адамзаттың өткенін зерттейтін ғылымның атауы археология екен. Енді келесі тапсырмада жазуын және есептеу тәсілін түсіндір деп тұр. Бірінші бізде мына жерде бізде 246.000 санын бөлеміз 600 санына. 600 санында бізде 2 0 бар, осы 2 0 мен жақта 2 0 екеу қысқарады деп тұр. 2 0, сонда бізде 2460 бөлу 6 саны қалады. Бұл бізде 410-ға тең болады. Демек, оны осылай бөлу бөлшек түрінде, баған түрінде бөлетін болсақ, сонда осылай 2 0-ды қысқартып жазсақ болады. Енді есіңде сақта, нөлдермен аяқталатын сандарға бөлу қалдықсыз амалдарын қолданған кезде алдымен бөлінгіш пен бөлінгіштегі нөлдерді теңдей қысқартып, содан кейін бөлуді орындау керек. Яғни бөлінгіш пен бөлгіштегі нөлдерді теңдей деп тұр, я? Теңдей қысқартып алу керек. Яғни мына жерде 2 0, мына жақта да 2 0-ды қысқартамыз деп тұр. Енді келесі тапсырмада есепте және дұрыстығын тексер деп тұр. Енді бұл жерде бізде көбейту және бөлу амалдары көрсетілген. Осы жерде мен көбейту және бөлу амалынан біреу-біреуін түсіндіріп өтірейін. Қалған есептеулер дәл сол жолмен шығарылады. Бірінші есепте 548.100 бөлу 90. Бұл жерде 1 0 мен 1 0 екеу қысқарады, сонда 54.810-ды 9-ға бөлеміз. Сонда мәні 6090-ға тең болады. Енді оны тексеру үшін осы шыққан мәнді жазамыз, кейін көбейтеміз, мына жердегі 9 санына көбейтеміз. Сонда бізде мына жерде 90 санына көбейтеміз, я? Өйткені бізде бастапқада 90 болған. Енді 90-ға көбейтеміз, сонда бізде мына жерде 548.100 саны шығады. Енді келесінде бізде келесі бөлу амалы, ол да дәл осы жолмен шығарылады, яғни 1 0 мен 1 0 қысқарады, сонда 8171-ге тең болады, оны 40-қа көбейтіп тексеріп көреміз. Енді келесінде 1 0 1 0 қысқарады, мәні 294.000 болады, сонда тексерген кезде бізде 4200 шықты міне. Енді келесі көбейту амалында бізде мына жерде нөлдерді есепке алмаймыз, тек қана 321-ді 3-ке көбейтеміз, сонда 963-ке тең болады. Енді нөлдерді санап шығамыз. 1, 2, 3, 3 0 бар, 3 0-ды осылай жалғап жазып қоямыз. Енді оны тексеру үшін осы шыққан мәнді бөлеміз 30-ға, сонда 32.100 саны шығады. Енді қалған есептеулер дәл осы жолмен шығарылады, өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Енді келесі тапсырма теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуіміз бізде x қосу 60,
тең 54 мың көбейту 3. Бұл жерде 54-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 162-ке тең. 3 0 бар, осы 3 0-ды жалғап жазамыз. Сонда 162 мың санына тең болады. Енді 162 мыңнан азайтамыз 60-ты, сонда 161 мың 940 санына тең болады. Енді осы бастапқы x-тің орнына 161 мың 940-ты қойып тексеріп көреміз. Сонда 162 мың тең 162 мың санына. Енді келесі теңдеуіміз 360 қосу x тең 125 мың 200 бөлу 20. Енді 125 мың 200-ді бөлеміз 20-ға, сонда 6260-қа тең болады. Енді осыдан азайтамыз 360 санын, сонда 5900 санына тең болады. Енді 360-қа 5900-ді қосамыз. Сонда 6260-қа тең, ал 125200-ді 20-ға бөлсек 6260 екеуі тең. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Қазба жұмыстарын жүргізетін тік төртбұрыш пішінді алаңның ені 250 метр, ал ұзындығы одан 150 метрге артық. Алаңның 5-тен 1 бөлігі зерттелген, ал қалғаны зерттелген жоқ. Зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені неше квадрат метрге кем деп тұр. Яғни бізде қазба жұмыстарын тік төртбұрышты, тік төртбұрышты пішінді деп тұр. Енді алаңның ені, яғни бізде ені, яғни бізде осылай сызылады екен. Өйткені бізде ұзындығы тік түрде алаңның ені 250 метр, ал ұзындығы одан метрге артық деп тұр, демек ұзындығы 150 метрге артық екен. 150 метрге артық осыдан 250 метрден. Енді зерттелгені 5-тен 1 бөлігі және зерттелмегені қанша соны табуымыз керек. Және осы екеуінің арасында қанша метр квадрат кем деп тұр. Енді біз бірінші ұзындығын тауып аламыз. Яғни осы жерді тауып алатын болсақ 250-ге қосамыз 150-ді. Сонда 400 метрге тең болады екен ұзындығы. Енді оның ауданын табамыз. Ауданның формуласын пайдаланып, сонда 100 мың метр квадратқа тең болады. Яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. Енді оны 5-ке бөлеміз. Өйткені бізде зерттелгендер 5-тен 1 бөлігі зерттелген деп тұр, сондықтан 5-ке бөлеміз. Сонда 20 мың метр квадратқа тең болады. Бұл бізде зерттелгендер. Енді зерттелмегенді табу үшін осы барлық ауданыдан 100 мың метр квадраттан азайтамыз 20 мың метр квадратты. Өйткені зерттелген сандарынан азайтамыз. Сонда зерттелмеген саны шығады. Яғни 80 мың метр квадратқа тең болады екен. Енді зерттелген мен зерттелмеген екеуін қанша метр квадрат кем екенін табу үшін үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда 60 мың метр квадратқа тең болады. Демек, зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені 60 мың метр квадратқа кем екен. Енді келесі тапсырма есептерді оқы. Онда артық мәлімет бар ма? Есептерді шығар. А нұсқасында велосипедші таңертеңгі сағат 8-де шықты. Ол 200 метр жолды 20 км сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Ол жолда неше сағат болды деп тұр. Жолда неше сағат болды. Демек, арақашықтығы 200 км, жылдамдығы 20 км сағатына уақытты табу керек. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 10 сағатқа тең болады. Демек бізде ол 10 сағатта болды екен, жолда. Енді бізде артық мәліметті тап деп тұр. Ол бізде әрине 8-де шықты дегеніміз, бізде сағат 8-де шықты дегеніміз, ол бізде артық мәлімет екен. Енді келесі ә нұсқасы межеленген жерге жету үшін археологтар 280 км жол жүруі тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 км сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүруі қажет деп тұр. Арақашықтығы 280 км, жылдамдығы 38 км сағатына, уақыт берілген бізде 6 сағат. Енді біз S2, яғни екінші жолдың барлығы бізде 280 деп тұр. Осы сызбаға қарайтын болсақ, барлығы 280. S1 дегеніміз бізде осының жарты жолы, барлығы 280, ал S1 және S2 деп екі бөлікке бөліп алатын болсақ, бізде мына жерден бөлінеді.
S1 үлкен және S2 одан кіші болады. Сонда S1 табамыз, арақашықтықты уақытқа көбейтеміз, сонда 228 километр екен. Демек бізде S1-іміз 228 километрға тең болады екен. Енді S2-ні табу үшін осы барлық жолдан 280-нен азайтамыз S1-ді. Сонда бізде 52 километрға тең болады. 52 километрға тең болады. Сонда ол тағы 52 километр жол жүруі тиіс екен. Енді келесі тапсырма есепте 7-нің квадраты азайту 34. Бірінші есепте бұл жерде 7-нің квадраты дегеніміз 49-ға тең. 49-дан 34 азайтсақ 15. Келесі 4-нің квадраты қосу 300. 4-нің квадраты 16-ға тең. 16-ға 300-ті қосақ 316. 4-нің квадраты қосу 351. Бұл жерде 4-нің квадраты 16. 16-ға 351-ті қосақ 367-ге тең болады. Келесі 4-нің квадраты қосу 400. 4-ті 400-ге қосақ 404-ге тең болады. Енді мына жерге қарайтын болсақ, біз 7-нің квадраты, ал мына жақта бізде 70-нің квадраты, иә? Демек, 7-нің квадраты 49 болса, 70-нің квадратын табу үшін 70-ті 2 рет көбейтеміз. Сонда бізде 7-ні 7-ге көбейте 49 шықты. Тағы бізде 2 0 бар, иә? 2 0-ды жалғап жазамыз. Сонда 4900 санына тең болады. Осыдан 34 азайтсақ 4866-ға тең болады. Енді келесінде 4-нің квадраты 16-ға тең болды. Енді 40-тың квадраты бізде 40-ты 2 рет көбейтеміз. Сонда 4-нің квадраты 4-ті 4 көбейткенде 16, 2 0-ды жазатын болсақ 1600-ге тең болады. 1600-ге 300-ді қосамыз, 1900-ге тең болады. Енді келесінде 40-тың квадраты 1600 қосу 351 қосатын болсақ 1951-ге тең болады. Келесі 2-нің квадраты 4 болды, 20-нің квадраты сонда 20-ны 2 рет көбейтеміз. Сонда 400-ге тең болады. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 2 0 жазатын болсақ 400, 2 0. Енді 400-ге 400-ті қосақ 800-ге тең болады. Енді келесі тапсырма археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу үшін ұзындығы 3200 см және ені 2400 см жер учаскесін 4 қабат жіппен қоршау керек. Жер учаскесін қоршау үшін қанша метр жіп қажет деп тұр. Енді бізде ұзындығы А, ұзындығы 3200 см, ені 2400 см, жіп бізде 4 қабат жіппен қоршау керек деп тұр. Енді шешуі, бұл жерден біз периметрін табайық. Периметрін табатын болсақ, 2-ні көбейтеміз, ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтеміз. Сонда 11200 см-ге тең болады. Енді бізде біреуін ғана таптық, иә? Біреуінің ғана периметрін таптық, бір қабат жіптің. Енді 4 қабат деп тұр, сондықтан осы периметрін 4-ке көбейтеміз. Сонда 44800 см-ге тең болады. Демек жауабы жер учаскесін қоршау үшін 44800 см жіп қажет болады. Енді келесі тапсырма ойлан және жауап бер. Археологтердің 2 тобында 45 адам болды. Бірінші топтан 9 адам, екіншісінен 14 адам кеткенде 2 топтағы адамдар саны теңесті. Бастапқыда 2 топтың әрқайсында қанша адамнан болған? Демек бізде 2 топта 45 адам болған, бірінші топта 9 адам кеткен, екінші топтан 14 адам кетті деп тұр. Енді сол кезде кеткен кезде бізде бірінші топ пен екінші топ екеуі теңеседі екен. Енді бізде табу керек. Бастапқыда бірінші топ және екінші топта қанша адам болған, соны табуымыз керек. Ол үшін біз бірінші 2 топта 45 адам болды деп тұр. Осыдан бірінші 9 адамды кеткізейік. Яғни азайтамыз. Екінші топтан 14 адам кетті. 14 адамды азайтамыз. Сонда бізде 22 адам қалған екен 2 топта да барлығы. Енді екеуіне теңдей бөлетін болсақ, 2-ге бөлеміз 11. Бұл әрқайсында 11 адамнан болып тұр. Енді 9 адам кетті деп тұр. Бізде бастапқысын табу керек. Енді кетпеді деп ойлау үшін біз осы 9-ды қосамыз. Сонда 11-ге 9-ды қоссақ 20 адам болады. Демек бастапқыда бірінші топта 20 адам, екінші топта табу үшін 14-ті қосамыз. Өйткені 14 адам кетті деп тұр. Сонда 25 адам болады екен. Бастапқыда бірінші топта 20, екінші топта 25 адам болды.
Енді келесі тапсырма есепте және дұрыстығын тексер. Бірінші есеп 610 көбейту 700. Бұл жерде 61 мен 7-ні көбейтеміз. Сонда 427-ге тең болады. Енді 3 нөлді жалғап жазамыз. Сонда 427 мың санына тең болады. Енді бұны тексеру үшін біз жауабын жазамыз. 427 мың санын бөлеміз. Осы жердегі 700 санына бөлеміз. Енді 2-0 қысқарады. Сонда 4270-ті бөлеміз 7-ге. Сонда бізде 610 санына тең болады. Енді келесі 2600 көбейту 40. Бұл жерде 26 мен 4 көбейтеміз 104-ке тең. Енді 3 0 бар, 3 0-ды жазамыз. Сонда 104 мың санына тең болады. Енді оны тексеру үшін бізде 104 мың санын 40-қа бөлеміз. 1-0 қысқарады. Сонда есептейтін болсақ 2600-ге тең болады. Қалған көбейту амалдар дәл осы жолмен шығарылады. 3-ші және 4-ші есеп өздеріңіз қарап шығарып көрсеңіздер болады. Енді келесі бізде бөлу амалы. Бөлу амалында біз бірінші 3150-ді 90-ға бөлеміз. Бұл жерде 0-дер қысқарады. Сонда 315-ті 9-ға бөлеміз, 35-ке тең болады. Енді оны тексеру үшін 35-ті көбейтеміз 90-ға. 35-ті 9-ға көбейтеміз 315-ке тең болды. 1-0 бар, 1-0-ді жалғап жазып қоямыз. Келесі есептеулер бөлу амалдары дәл осы жолмен шығарылып тексеріледі. Өздеріңіз қарап шығарып көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға немесе сообщество жеріне жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.